Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін тёшный язык жасаймыз. Яғни баклажанмен закуска десек те болады. Бізге ең алдымен баклажанды жарты сағат тұзды суға салып қоямыз. Одан кейін құрғатып, осылай бір жұмыртқаға малып, ұнға батырып қуырамыз. Екі жағын қатты күйдірмей пісіріп аламыз. Баклажан өз қалпын сақтап қалады, формасын қараңыздар. Егер құрозын қуырсаңыздар, баклажандар мыжырайып қалады. Помидор, чеснок турап дайындап аламыз. Майонез бен бұрыш, қара бұрыш. Чеснокты салып араластырамыз. Баклажанымызды суытып қоямыз. Ыстықта жасамаймыз. Өте дәмді салат ретінде де кетеді, закуска ретінде де қолдануға болады. Өте дәмді, керемет. Бұны жемейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Бәрі жақсы көреді. Күнде жасасаңыз да жалықпайсыз. Осылай жасап қоясыз. Мен жегенге өте тойымды. Үш сойғысаңыздар да болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира Тоқтагуловна. Ас болсын.